Селен бұл сирек кездесетін металл. Ол негізінен теледидар, компьютер дисплейін жасау ісінде, сондай-ақ күн батареясы мен медицина саласында қолданылады. Қаныш Сатпаев атындағы ұлттық техникалық зерттеу университетінің металлургия және кен байыту институтының ғалымдары вакуум айдау қондырғысын ойлап тапты. Бұл әдістің көмегімен құрамы 99,5%-ға тазартылған селен алынады. Техника ғылымдарының докторы профессор Бағдаулет Кенжалиев жетекшілік ететін ғылыми зерттеу жобасына 10 жыл жұмсалған. 1000 градустан артық температурамен жағалар балқытады. Сол кезде селен тағы да бөтен металдар бар, солар ұшады телор бәрі. Қабылдау пеші, ол қабылдау пешін алып келіп қыздырады. 440-50-400 градустан артық температурамен қыздырады. Сонымен барып, мына жаққа ұшып келіп, мына жерде вакуумды насос тұр, осы сорады ананы. Сорып алып, енді мұнда келеді. Бұл пеш жаңағы ұшыратын пеш. Шығармашылық топ ғалымдардың жұмысымен танысып шықты. Селенді тазарту тәсілі осылай іске асады. В настоящее время здесь чистота селена составляет 99,5%. Қазір таза селен 99,5%-ды құрайды. Мүмкін одан да көп. Бұл материал халықаралық стандарттарға сай және әлемдік металл нарығында жоғары сұранысқа ие. Востребован на всех мировых рынках металла. Елімізде қолжетімді бағада сапалы селен өндіріп, ішкі нарықты ғана емес, алыс жақын шетелді де толық қамтамасыз етуге болады. Университет ғалымдарының ойлап тапқан әдіс негізінде өткен жылы Балқаш мыс қорыту зауытында селен өндірісінің цехы ашылды. Ол жылына 75 тонна бағалы металл өндіреді. Осы пештің ең не жағы үлкейтілген түрі. Завод қой, енді бұл сех үлкен сех. 150 тоннаға дейін біз жеткізіп бере аламыз технологиясы. Себеп бұл жаңағы вакуум біздің пешке түскеннен кейін еш жаққа жоғалмай кетпейді. Оған дейін уже 50% жоғалып кетеді. Селен әлемдік нарықта өте жоғары сұранысқа ие. Қазіргі уақытта селен өндірісі бойынша Жапония көш бастап тұр. Күншығыс елінің 4 компаниясы әлемдік нарықтың 50-ге жуық пайызын қамтамасыз етіп отыр.